Тәуліктің 24 сағатында жұмыс жүрсін. Жеңіс Қасымбек Қарағандының проблемалық нысандарын аралады. Майқұдықта болып жұрттың жан айқайына айналған орталық жол жайын көрді. Трилистник тұрғын үй кешенінде болып, ондағы тірлікті таразылады. Это что такое? Люди по колено в грязи ходят. Ну так, ничего не делаете, я не вижу работы. Вы должны были в феврале мобилизацию провести и сейчас почистить. Магнитогорская жолына қатысты жұрт шағымы шаш етектен. Күн сайын бұл жермен 200 мыңнан астам адам өтеді. Тұрғындардың наразылығы аймақ басшысында жай қалдырмады. Сол себепте Жеңіс Қасымбек жауаптылар және мердігерлер мен Майқұдық жолдарына қарауға шықты. Люди жалуются на что? Грязь. Зимой вообще не содержали, и сейчас то же самое. Когда работают, все уже минусов не будет, когда работать начинают. В понедельник уже начнем полностью. Разбор здесь по Казахтелекому. Очень плохо. Ну и вот последний месяц сплошную критику только давали. Мы вам ничего не задерживали, оплату вовремя делали. Сіздің салғырт жұмысыңыздан неше жұрт зардап шегу керек деп мердігерді сынады. А вот это что это же? Люди вот как ходят, вот как переходить улицу? Ну, мы там порядок наводили здесь, да, у нас лужицы были. Вода смывала все время. Смывала. Вот перед торговым центром вообще лужи страшные. Воды были сильные. Ну убирайте днем и ночью, ночуйте. Мердігер компания өкілі мамандарға қатысты мәселемен байланыстырды. Дегенмен келер апта жұмыс жанданады деп сендірді. Әкім жобалаушының жұмысына да мін тақты. Вы же нам под ключ давали проект, так? Правильно, да. Вы же отдельно не заказывали бы геологию, отдельно, там, не знаю, подорожную одежду, еще что-то. Вы все под ключ давали, это ваша ошибка. Магнитогорская жолы биыл аяқталуы тиіс. Жұмыс сапары барысында әкім шулы нысан Трилистник тұрғын үй кешеніндегі нөмір 7-ші үйге де соқты. Онда жиналған тұрғындар созылған құрылысты да жұмысты айтып шағымданды. 20 числа под роспись каждый должен мне знать. Хорошо. Хорошо, 192 квартиры. Есть там, например, в 5 квартирах замечания, будете доделывать в 5. Дальше вот эксплуатационные вещи. Например, появилось где-то, сейчас я не вижу. Может, что-то еще появится по вине подрядчика. Жұрт шағымы негізді деді аймақ басшысы. Бәрі ойдағыдай жобаға сай болады деп жиналғандарды жұбатқан әкім жұмысты өз қадағалауына алатынын жеткізді. 20 сәуірге дейін мердігер олқылықтарды оңалтуға сендірді. Қайыргелді Құсайынұлы, Шалқар Алтынбеков, Наталья Зайцев, 5-ші арна.